Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге песочный тестода дайындалатын сметанник әзірлеп көрсетемін. Ауызда еритін бір жасағаннан шығатын дәмі өте керемет осы рецептпен сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңызды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сметанник дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге ерітілген сары май, бөлме температурасында ерітілген сары майды алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне саламыз. Жүз грамм қантымызды саламыз. Және де бір шай қасық разрыхитель қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап песочный қамыр шыққанша араластырам боламыз. Міне осы қамырымыздың үстіне бір жұмыртқа саламыз. Бір жұмыртқамызды жарып, осындай қамырымызды араластырып қамыр илейтін боламыз. Оны салфанға салып, бір сағатқа, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды. Міне осылай жұмсақ, басы бір кетін қамыр шығады қазір. Бұны қазір пакетикке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Бір жасағаннан шығатын өте оңай, дәмді пирог. Ұнаса сіздер де жасаңыздар. Міне қамырымыз дайын. Қазір бұны тоңазытқышқа пакетикке салып жарты сағатқа қойып қоятын боламын. Міне біздің бағанағы дайындаған қамырымыз да дайын. Холодильниктен шығардым. Мен үйдегі мынандай тапаға жасайын деп жатырмын, үлкенде болып. Сіздер өздеріңіз қалағандарыңызша жасай берсеңіздер болады. Осы қамырымызды алып, осылай қолымыздың көмегімен жазып шығамыз. Міне осылай ыдысымызға біз қамырымызды жайып, дайындап алдық, қолымызбен жазып, дайындап алдық. Енді ыдыстағы жарылған 4 жұмыртқаның үстіне біз қаймағымызды салатын боламыз. Міне осы қаймағымызды салып алдық, оның үстіне ыдыстағы қантымызды салып араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды, және де миксермен араластыруға болмайды. Бір келкі болып араласа болып, 20 секунд қана жылдам араластырасыздар, болды. Міне енді осыны дайын болған массамызды біз құятын боламыз. Міне осылай құйдық. Енді бұны 180 градуста 40 минут пісіреміз. Міне бүгінгі біздің сметаннигіміз дайын. Пергамент қағазын мен алмадым, себебі бұл әлі толықтай суып болған жоқ. 2 сағат суытып, сосын барып кесіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Өте жұмсақ, жегенде ауызда еритін, бір жасағаннан шығатын сметанник пирогы.